Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен балмұздақтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бананды турап, морозильникке қатырып алдым. Осыны ыдысқа салып, және қатырылған замороженный құлпынайымызды осының үстінен саламыз. Дәміне қарай бал немесе қант салсаңыздар болады. Мен қант ұнтағын салдым, және осының барлығын блендердің көмегімен араластырып, езіп араластырамыз. Міне бізде осындай масса шығады, осылай жей берсеңіздер де болады. Мен бұны мороженыйға, балмұздаққа арналған осындай формаларға салып қатырып алдым. Қатырмай осы күйінде жеуге де болады. Міне біздің балмұздақтарымыз дайын. Морозильникте 6 сағаттай қатырдым. Формадан тез шешілу үшін сыртын жылы суға салып алдым. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және басқа да рецептер жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Рахмет, сіздерге ас болсын.